Немесе 8-ші сынып оқушылары, бүгін біз 4-3 жаттығуды орындаймыз. Есепті толық түсіну үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырсаңыздар болады. Ал бірінші есептен бастап шығарайық. Бізге заряд берілген және 10-20 см ара қашықтықта орналасқан екі нүктенің арасында потенциалдар айырымын табуымыз керек, дельта фиді. Енді бірінші халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырып аламыз. 10 см бізде 0,1 метрге тең, 20 см 0,2 метрге тең болады. Енді потенциалдар айырымы ол фи тең болады фи 1 минус фи 2-ге. Енді фи 1-ді табу үшін біз q бөлінген r1-ді аламыз. Осыған орындарына қоятын болсақ, k бізде тұрақты шама 9 көбейту 10-ның 9 дәрежесін береді. Көбейтеміз q бізде 4 көбейту 10-ның минус 9 дәрежесі, 4 көбейту 10-ның минус 9 дәрежесі кулонға тең бөлінген 0,1. r дегеніміз, яғни бірінші қашықтықта аламыз. Сонда бізде 360 вольт қалады екен. Енді фи 2 сәйкесінше q r2-ні қоямыз. Сонда 9 көбейту 10-ның 9 дәрежесі көбейту 4 көбейту 10-ның минус 9 дәрежесі бөлінген 0,2 болады. Сонда 0,2 қойып есептейтін болсақ, бізде 180 вольт болады екен. Енді дельта фидің орнына қоямыз. Фи 1 бізде 360-ға тең, 360 вольт. Азайтамыз, фи 2 180-ге тең, 180 вольт. Сонда жауабы 180 вольтты береді екен. Жауабы осындай болады. Екінші есепті шығарамыз. Бізге заряд берілген 2,6 көбейту 10-ның минус 7 дәрежесі кулон, және де жұмыс берілген 13 көбейту 10-ның минус 5 дәрежесі джоуль. Енді потенциалдар айырымын табуымыз керек. Біз білеміз, что потенциалдар айырымы ол кернеуге тең екен. Яғни кернеудің табатын болсақ, біз потенциалдар айырымын тапқан боламыз. Ол бізде а бөлінген q-ға тең. Енді мәндерін қоямыз. 13 көбейту 10-ның минус 5 дәрежесі джоульді бөлеміз 2,6 көбейту 10-ның минус 7 дәрежесі кулонға. Сонда бізде жауабы 500 шығады екен. 500 вольтқа тең. Жауабы дельта фи бізде 500 вольт. Үшінші есеп шығарамыз. Бізге сыйымдылық берілген 10-ның минус 6 дәрежесі фарад конденсаторға 4,4 көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі кулон заряд беру үшін қандай кернеуге дейін зарядтайды, яғни кернеуді табуымыз керек. Так, бізде сыйымдылықтың формуласы с тең болады q бөлінген фи, яғни потенциалдар айырымы. Ал потенциалдар айырымы біз кернеуге тең деп аламыз. Сонда осы формуладан u-ді табатын болсақ, q бөлінген z, осы формуланы шығады. Сонда u тең болады, q-дің орнына қоямыз 4,4 көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі кулонды бөлеміз 10-ның минус 6 дәрежесі фарадқа. Сонда жауабы 4,4 көбейту 10-ның 2 дәрежесі вольтқа тең болады екен. Немесе оны біз 440 вольт деп жазсақ болады. Енді төртінші есепті шығарамыз. Бізде сыйымдылығы 0,02 микрофарад, жазық конденсатордың заряды 10-ның минус 8 дәрежесі кулон. Енді конденсатордың аралығы ол 5 мм-ге тең дейді. Өрістің кернеулігін тап дейді. Яғни кернеулік бізде е әрпімен белгіленеді. Оны кернеумен шатастырмаймыз. Е дегеніміз бұл кернеулік, ю дегеніміз бұл кернеу. Екеуі екі түрлі шама. Енді бірінші халықаралық бірліктер жүйесін айналдырайық. Бізде микро берілген. Микро дегеніміз 10-ның минус 6 дәрежесін береді. 0,02 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі фарад деген сөз. Енді 5 мм ол 5 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі метрді береді. Енді бізде кернеулікті табуымыз керек. Кернеуліктің формуласы е тең болады, яғни кернеуді арақашықтыққа бөлгенге тең дұға. Енді бұл жерде бізде кернеу берілмеген. Кернеуді табу үшін біз q-ді сыйымдылық, яғни зарядты сыйымдылыққа бөліп табамыз. Бірінші осы кернеуді тауып алуымыз керек. 10-ның минус 8 дәрежесі бөлемін кулон бөлемін сыйымдылық ол 0,02 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі фарадқа тең болады. Ол есептеген кезінде 0,5 вольтты береді екен. 0,5 вольт болады. Енді осы 0,5 вольтты мына формулаға келіп қоямыз да, кернеулікті табамыз. Кернеулік ол тең болады. U бізде кернеуіміз 0,5 шықты, 0,5 вольтты бөлеміз арақашықтық, яғни дұға 5 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі метрге тең болады. Сонда 100 вольт бөлінген метр. Жауабы осы. Есепті шығарайық. Бізде заряд берілген 20 нано кулон, оны кулонға айналдырамыз. Нано дегеніміз 10-ның минус 5 дәрежесін береді. Сонда 20 көбейту 10-ның минус 9 дәрежесін, 10-ның минус 9 дәрежесі кулонды береді екен. Енді жұмысты табуымыз керек. Жұмыстың формуласы ол бізде q фи 1 минус фи 2-ге тең. Енді осыған орындарына қоямыз. Сонда 20 көбейту 10-ның минус 9 дәрежесі фи 1 700-ден азайтамыз 200-ді. Сонда тең болады, мына жерде 500 қалады, 500-ді 20-ға көбейтеміз, яғни 20 көбейту 10-ның минус 9 дәрежесін 500-ге көбейтеміз. Тең болады 10-ның минус 5 дәрежесі қалады екен. 5 дәрежесі джоульге тең болады.
алтыншы есепті шығарайық. Бізде потенциал берілген, жылдамдық берілген. Енді бізге айтады, электронның жылдамдығы 0 болатын нүктенің потенциалын анықтаңдар дейді. Яғни фи 2 деп аламыз оны. Енді біз күштерді теңестірейік. Жұмысты теңестірейік. Яғни бізде аны табу үшін екі формула бар, иә. Жұмысты табу үшін бірінші Q фи 1 минус фи 2 бар. Және екінші формула А тең болады mv квадрат 1 бөлінген 2 қосу mv2 квадраты бөлінген 2. Осы екі теңдеуді теңестірейік. Сонда бізде q фи 1 минус фи 2 тең болады m v1 квадраты бөлінген 2 қосу mv2 квадраты бөлінген 2. Енді бізде v2 0-ге тең дейді. Сонда мынау бөлік біздегі мына бөлік 0-ге тең болып кетеді. Яғни мына бөлігіміз, мына бөлік бізде 0-ге тең болып кетеді екен. Сонда енді ықшамдап жазатын болсақ, q фи 1 минус фи 2 тең mv1 квадраты бөлінген 2-ге тең болып қалады екен. Енді орындарына қоямыз. Q бізде электрон болғандықтан, мына жерде электронның зарядын жазамыз. Берілген 1,6 көбейту 10-ның минус 19 дәрежесі. Фи 1 6000-ға тең болады. Минус фи 2 біз табуымыз керек. Тең масса, электронның массасын жазамыз. Ол мынау 9,1 көбейту 10-ның минус 31 дәрежесі. Көбейтеміз v1 3-ге көбейту 10-ның 7 дәрежесі. Яғни 3 көбейту 10-ның 7 дәрежесін квадраттаймыз, бөлеміз 2-ге. Енді мынаны ықшамдап ашайық. Ықшамды ашамыз. Сонда 1,6-ны 10-ның минус 19 дәрежесін 6000-ға көбейтеміз. Сонда бізде 9,6 көбейту 10-ның минус 16 дәрежесі қалады екен. Азайтамыз 1,6 көбейту 10-ның минус 19 дәрежесі фи. Яғни көбейткенде тең болады. Мұнан барлығын ықшамдап жазам бірден. Сендер қайтадан тексеріп көрсеңдер болады калькулятормен. Ол бізде 4 жоқ шамамен 4,1 көбейту 10-ның 16 дәрежесі минус 16 дәрежесі қалады екен. Енді мынау 9,6-ның жақшаның теңдіктің мына бетіне шығарамыз. Сонда минус 1,6 көбейту 10-ның минус 19 дәрежесі фи 2 тең болады 4,1 көбейту 10-ның минус 16 дәрежесі азайту 9,6 көбейту 10-ның минус 16 дәрежесі. Енді мына жақшаны, мынау теңдіктің мына бетін ықшамдаған кезінде бізде минус 5,5 көбейту 10-ның минус 16 дәрежесі қалады екен. Яқты минус 1,6 көбейту 10-ның минус 19 дәрежесі фи қалады. Сонда фи 2-міз біздің тең болады. Мынан екеуін бөлеміз. Сонда 3,4 көбейту 10-ның 3 дәрежесі вольт қалады. Оны біз 3,4 киловольт деп жазсақ болады. Жауабы осы.